Іс-әрекет пен қимыл сынды білдіретін сөз-табы етістік деп аталады. Бүгінгі сабақта ағылшын тіліндегі дұрыс және бұрыс етістіктердің жасалу ережелерімен танысамыз. Сондай-ақ сөздік қорыңызды байытып, ең көп таралған бұрыс етістіктер тізімін есте сақтап алуға кеңес беремін. Past indefinite, past participle, яғни өткен шақ есімшесін қолданып сөйлегенде, әдетте дұрыс етістіктерге ed жалғауы жалғанып жасалынады. For example, visit, visited, visited, ask, asked, asked. Ескеретін бірнеше жағдайлар бар. Егер етістік и әрпіне аяқталса, онда етістікке тек d жалғанады. Change, changed. Ал егер етістік бір буынды болып, дауыссызға аяқталса, дауыссыз қосарланып, ed жалғанады. Stop, stopped. Егер етістік y әрпіне аяқталып және оның алдында дауыссыз тұрған жағдайда, y айға айналып, ed жалғанады. Cry, cried, try, tried. Ал егер y-дың алдында дауысты тұрса, ешқандай өзгеріске ұшырамай, ed жалғана береді. Stay, stayed. Play, played. По способу образования прошедшего неопределенного времени past indefinite и причастие прошедшего времени past participle глаголы делятся на две группы – правильные и неправильные – regular verbs and irregular verbs. Правильные глаголы в английском языке – это те глаголы, прошедшая форма которых образуется по правилам с помощью добавления окончания ed, например, work, worked, работать, работал. Если глагол заканчивается на «и», то к глаголу прибавляется только «d» – change, changed, close, closed. Если глагол оканчивается на согласную, перед которой стоит ударная гласная, то согласная удваивается – stop, stopped. Исключение только для глаголов, заканчивающихся на x и w – fix, fixed, mix, mixed. Если глагол заканчивается на y и перед ней идет согласная буква, то y меняется на I и добавляем ed. For example, cry, cried, try, tried. Важно запомнить, если перед y стоит гласная, то окончание ed добавляется без изменения буквы. Stay, stayed, play, played. Неправильные глаголы в английском языке – это глаголы, прошедшая форма которых образуется не по правилам. Вам нужно только их запомнить. Например, buy, bought, покупать, купил. Запомните эти самые распространенные неправильные глаголы. Be, was, were, been. Become, became, become. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Can, could, been able. Cut, cut, cut. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Feel, felt, felt. Find, found, found. Fly, flew, flown. Get, got, got. Give, gave, given. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Have, had, had. Hear, heard, heard. Hit, hit, hit. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Live, left, left. Let, let. Lie, lay, line. Lose, lost, lost. Make, made, made. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Put, put. Read, read. Run, ran, run. Say, said. See, saw, seen. Send, sent. Set, set. Sing, sang, sung. Sit, sat. Speak, spoke, spoken. Spend, spent. Stand, stood. Swim, swam. Take, took, taken. Teach, taught. Tell, told. Think, thought. Understand, understood. Wear, wore, worn. Win, won. Write, wrote, written. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше, see you soon.